Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін бізде заправка жасау. Біздің қолымызда картридж W1106A лазерлік принтердің картриджі болып саналады. Осы картриджге біз заправка жасауымыз керек, тонерді. Біздің қолымызда тонер ML2165. Видео астында заменяющий тонерлі тізімі көрсетіліп тұр. Ол үшін картридж ашу үшін бізге құрал саймандар қажет. Міндетті түрде ішін тазалау үшін спирт немесе мистер мускул қажет. Бұл картридж бізде многоразовый, яғни чипі жоқ. Картридж ашу үшін оң жақтағы 3 шурупты босатып алуымыз қажет. Босатып болдық. Бір шетте пломба тұр, пломбаны жаймен жыртып алып тастаймыз. Ол бізге қажет жоқ. Енді жаймен зашивкадан ажыратып алу үшін бізге плоский отвертка қажет. Плоский отвертканы тиісті жерге орналастырып, жаймен ашуды бастаймыз. Абайлап, сындырып алмай, бір шеттен ашуды бастаймыз. Бірінші шеті ашылды. Бір шетке алып қоямыз. Енді бізде екінші бетін ашуымыз керек. Екінші бетіде тура сол 3 шуруп бар. 3 шурупты босатамыз. Екінші бетіде тура сондай бірінші тәсілдегідей зашивкасын ашып, крышкасын жаймен ашамыз. Бізде крышкасын ашқан кезде 2 шестеренкасы бірге шықты. Сонда картридждің бір түрі екен бұл. Шестеренканы орындарына қойып шығамыз. Қойылмайды екен. Оны бірге қоямыз, крышкамен бірге. Енді жоғары карты бункерді сыртқа жоғары тартып ашайын десем, бір шетте стопор ұстап тұр. Зашивка яғни. Мінекей қазір көрсетіледі. Кішкентай зашивка бар, сол астыңғы бункеріне ілініп тұр екен, соны жаймен ашып босатып ашқан кезде жоғары бетке ашылады. Қатты жұлмаймыз, жай аккуратно ашамыз. Мінекей зашивка тұр. Бірақ зашивкамен ұстап тұрған екен. Соны плоский отверткамен жаймен көтерсек болды, ашылады. Бұл жоғары бункерін бір шетке қоямыз. Енді келесі жұмыс бізде төменгі бункерді ашу. Именно осы бункерге біз тонер заправка жасаймыз. Мына крышка арқылы заправка жасауға болады, алып тастап. Немесе мына режущий вал, соны ашып, сол жерден заправка жасауға болады. Режущий валды босату үшін 2 шурупты босатуымыз керек. Бері алу үшін. Негізгі жұмысқа атқаратын барабандағы тонерні сапалы түрде барабанға жеткізіп беруші запчасть бізде режущий вал, лезвие болып саналады. Мына қазір ашылып жатқан лезвие деп аталады. Жаймен жоғары көтереміз, себебі лезвенің астынан клеймен жабыстырып қойған. Плоский отверткамен жоғары көтереміз. Төмен жақта бізде резиновый вал тұр. Резиновый валды бірінші шығартып аламыз бері қарай. Сол ұстап тұрған екен. Лезвияны бері шығартпай. Мінекей резиновый валды алдық. Енді біз лезвияны жоғары көтерсек алынады.
астында клей ұстап тұр, соны жаймен тартқан кезде бөлініп шығады. Мінекей алынды. Лезвияның осы бір бұрыштағы бетін біз дұрыстап жақсылап тазаламыз керек. Оны жай шүберекпен тазалап шығамыз. Одан кейін міндетті түрде мистер мускулмен немесе спиртпен тазалауымыз қажет. Себебі мистер мускулмен тазалаған кезде лезвияның ұшында жіңішке тонерлердің іздері қатып қалып, жол қалдырып кетеді. Егер сол жіңішке жолды тазаламасақ мистер мускулмен, сол жіңішке сызық болып қалып кеткен тонердің линиясы ертең жаңа парақ қағаз шығарған кезде іздер қалдырады. Полоска болып шығады қағаз шыққан кезде. Яғни документтерін принтерден басып шығарған кезде. Сол үшін лезвияны міндетті түрде мистер мускулмен немесе спиртпен әбден тазалап алу керек. Ешқандай тонердің іздері қалмау керек, линиялары жылдырап тұру керек. Яғни жан-жағын тазалап болдық, бір шетке қоямыз. Келесі жұмыс бізде бункерге тонер заправка саламыз. Бұл тонерді бір ұнтақ болады, құрғақ болады, ақ ұн сияқты. Сол үшін біз құтыда орналасқан тонерді әбден шайқап жұмсатып алуымыз керек. Себебі шайқалмай тұрған кезде ол нығыздалып қалған болады. Біз шайқап алдық. Енді жаймен бункерді керісінше ұстап алып, төгіп алмай, жаймен салып шығамыз. Ол тонер құрғақ болады. Құтыны айналдырып бункерге еңгейген кезде ішіндегі тонер жаймен өз құйыла береді. Ол сұйық емес, құрғақ, құм сияқты тонер болып саналады. Бұл құтыдағы тонер 60 грамм, 70 грамм болып келеді магазиннен. Бункерге көбінесе 100 грамм, 150 грамм кетеді. Сол үшін қолымызда тонердің құтысы, яғни қолымызда құтыдағы тонердің салмағы бункердің барлығы толмайды және жетпей қалады. Құтының ішіне шамал қалған тонерлерін бәрін салып боламыз. Қайта айналдырып салған кезде бункерді столға шамал ұрып қағып жерсек, төмен қарай кетеді тонерлер. Егер столдың бетіне ұрмайтын болсақ, тонердің барлығы бетінде тұрып қалады. Асты жыңғы жағы бос қалып кетеді. Құтыда тонер таусылды. Мен айқайына жетпей қалды. Енді қалған тонерге заменяющий басқа тонер қолдануға болады. Мінеке бізде ML2165 тонер болса, оған заменяющий SB04.1 деген заменяющий тонер бар. Бұлардың салмағы 700 грамм болып келеді. Бұл заменяющий тонерлер көптеген принтерлерге сәйкес келеді. Және де универсал болып келуі мүмкін. Бұл тонер көбінесе Samsung принтерлерге, соңғы шыққан HP принтерлерге және Xerox компаниясының принтерлеріне сәйкес келетін заменяющий универсал тонер. Мінеке осы тонерден жетпей қалған жерлерге тағы да қосып салуға болады.
тонерді салған кезде міндетті түрде бункерді солға шамалы ұрып қағып жіберу керек. Тонердің бетінде қалып кеткен тонерлерді төмен қарап жылжыту керек бункердің ішіндегі. Картриж заправка жасау осындай майда жұмыс болғандықтан оның жұмыстары көптеу кездеседі. Бірінші, бұл жерде біздің қазір мәселеміз тек қана заправка жасау болып тұр. Кейбір кездері кездейсоқ аяқ асты картриждер істемей қалады. Бір жері сынады, барабанның мерзімі бітеді, лезвие майысады, каратрондар шаруасы бітеді. Сондай әртүрлі майда жұмыстар кездеседі. Ондай кезде біз запчастьтерін тауып ауыстырып шығуымыз керек. Аталған запчастьтердің орнына новый жаңадан келгендерін магазиннен сатып әкеп қоямыз. Мінекей лезвияны өз орнына қатырамыз, орнатып қатырып шығамыз. Лезвияны орнатқан кезде өзінің арнайы орны бар, яғни проемдар дейді. Екі шетін дұрыстап орналастырамыз, проемдарын дұрыстап тауып орнына қоямыз. Өзінің шуруптарымен қатырамыз. Лезвияны қатырып болдық. Мінекей қолымызда резиновый вал. Резиновый валды шүберекпен тазалап шығамыз. Алдымен резиновый валды анда-санда тонер қатып қалады. Сол тонерді тазалау үшін міндетті түрде спирт немесе мистер мускул қажет болады. Сол мистер мускул немесе спиртпен дұрыстап әбден тазалау керек. Шестеренкасын қойдық. Шестеренканың өзінің орны бар. Мінекей көрсетілгендей өзінің орнына қою керек. Орны ауысып кетпей керек. Резина валын қатырған кезде өзінің орнына шақ етіп түседі. Босап кетпей керек. Орнына түсті. Мінекей енді түгел орнына түсті. Дұрыс орнатылды. Келесі бізде жоғары бункер. Бұл бункерде отход жиналады, яғни қалдықтар. Тонерді принтерден қағаз шыққан кезде тонер қолданылады. Тонерді қолдану барысында міндетті түрде жарамсыз отходтар шығады. Сол жарамсыз отходтар барабанды сызады, және де дақтар қалдырады. Бірінші болып барабаны көрдіңіздер, қара линиялар пайда болған. Біз сол линияларды мистер мускулмен әбден сүртіп тазалау кеткізуіміз керек. Егер де сол линиялар кетпесе барабанда, дәл сол линиялар принтерден қағаз шыққан кезде қара сызық болып пайда болып шығады ақпақ қағазда. Яғни полоска болып шығады қағаздан. Осындай мистер мускулмен
шүберекті линияға қойып қатты басып кеткізуіміз керек. Бұл бір сүрткенде бірден кете салмайды. Жаймен айналдырып қайта сүрткен кезде ол кетеді. Өйткені барабаннан тонер өткен кезде ол барабан жиналып сол жерге қата береді, және ол үлкен градуста жабысып қалады. Себебі принтердің ішінде 400 градус ыстық пешке болады. Сол ыстық пешкенің арқасында барабанға тонер жабысып қалған. Сондай ақаулар кездеседі. Мына осы барабандың қара линиясын кеткізу керек. Растворительмен істеуге бола ма дейді. Ондай растворительмен істеуге мүлдем болмайды. Қатаң, строго запрещено дегендей. Өйткені растворитель барабанның микрондарына жойып тастайды. Яғни шығартпайтын дәрежеге жеткізеді. Барабанды бұзады деген сөз. Сол үшін тек қана мистер мускул немесе спирт. Мінекей көргендеріңіздей қара линияны құрттық, тазаланды. Осындай таза болу керек барабанның шеттері және барабанның өзі де, барлық жері. Тек қана бір шет емес, екі шетінде дұрыстап тазаламыз керек. Бұл барабан қазір бізде жарамды. Әлі біраз жұмыс жасайтын барабан. Енді келесі бізде ракель. Мына осы ракель дейді, бұл темірді ракель дейді. Бұл ракельдің жұмысы отход тонерлерді жинап отыратын бункер. Мынау бізде резиновый вал, яғни каратрон. Бұл жоғары бункерге жауап беретін резиновый вал. Оны да міндетті түрде мистер мускулмен әбден тазалауымыз керек. Бұған да тонер үлкен градуста жабысып қалады, және қатып қалады. Ескертіп айту керек, кез келген принтерде картридждің ішіндегі тез желінетін, тез жұмыстан шығатын құралдары бұл барабан, лезвие және ракелдер, және де каратрон. Міне ракелді біз екі шұрыптан босатып аламыз. Мінекей плоская отверткамен астынан жоғары итермелеп ракелді жоғары көтердік, алынды. Енді мына бункердің ішінде отход жиналған. Осы отходты біз мусорға тастаймыз. Бізге мүлдем қажет жоқ. Ол жарамсыз жағдайға жеткен. Арнайы бір коробка дайындап, біз сол коробкаға отход тонерлерін тастай береміз. Мінекей түгел тазаланды. Ішіне міндетті түрде мына пленкасына сүртіп тазалаймыз. Міндетті түрде ол жерге де тонер жабысып қатып қалады. Тазалап болдық. Ракелді де міндетті түрде мистер мускулмен тазалау керек. Ракелдің резинасында байқасаңыздар, жасыл порошок жабысып тұр. Ол собой қалады. Ол отход, міне көрсетіп тұрғанда отверткамен оны сүртуге болмайды. Жасыл сия өз орнында қалу керек. Қағаздың таза шығуына, документтердің таза шығуына ықпал жасайтын сия ол. Оны сүртуге болмайды. Кейбір принтерлерде ондай сия кездеспейді. Мына ракелді өз орнына дұрыстап, проемын тауып, өз орнына орналастыру керек. Кейбір кездерде орнына түспей қалады. Соны дұрыстап қарап, орнына түсіріп, сосын барып шұрыппен қатыру керек.
ракелдің жұмыстан шығатын уақыты бар. Шамамен 4 немесе 6 заправкадан кейін, немесе 8 заправкадан кейін ракелде ақаулар пайда болады. Яғни ракелдің ұшында тұрған резина айни бастайды, сарғая бастайды. Ракелді ауыстыруға болады. Ракелдің жанына орналасқан каратрон, яғни резиновый вал, ол да өз уақытысы біткен кезде нашар шығаруды бастайды. Яғни документ шығарған кезде әріптерін қайталап шығаруын бастайды. Бір қатарыны қайта бір бетке 5-6 қатарды қайталап басып шығаратын дәрежеге жеткен кезде ол резина вал жарамсыз саналады уже. Резина валдың өзін қатыратын орны бар. Мінекей бір шетін бір салып, орнына басқан кезде өз орнына түседі, және де екінші шетінде түседі. Тура дәл сондай орын бар. Резина валды ұстап тұратын орнында пружина болады. Анда-санда сол пружина шығып кетеді. Соны орнына дұрыстап қатыру керек. Мінекей басылды. Жақсы дұрыс істеп тұр. Келесі мәселе, енді барабанын тазалап қойғаннан кейін өз орнына орналастыру керек. Барабанны байқасаңыздар, шестеренкасын орнына ауыстырып алмау керек. Басында қандай тұрған, дәл сондай орнына қою керек. Байқасаңыздар, барабанның бір шетінде ғана шестеренка бар. Төменгі бункерде қай бетінде шестеренка тұрған болса, барабанды сол жағына қойып, крышканы жабуды бастау керек. Басында естеріңізде болса, защолка алынған жері бар. Сол защолкаға қарап тұрып, крышканы жабамыз. Енді мына жерге келесі мәселе, бергі бетінде мінекей барабанның өзінің шестеренка тұратын жеріне қойдық. Енді келесі мәселе, крышкаларын дұрыстап жабу. Шестеренка бар жағында, бар бетінде шамалы қиындау болады жабу. Мінекей байқасаңыздар, мына жерде проем бар. Сол жерге, орынға барабанның темірін дұрыстап орналастыру керек. Өйткені барабанның темірі, яғни бір шеті кесілген болады, ай сияқты. Түгел домалақ емес, домалақтың жартысы сияқты, кесілген сияқты болып тұрады. Сол домалағына керек бетке айналдырып алу керек. Мінекей қараңыздар. Қазір фокус дұрысталсын. Барабанның темірі бір шеті кесілген. Сол кесілген жерін крышкадағы проемға дұрыстап орналастыру керек. Сол жерден қателік кеткізбеу керек, міндетті түрде. Егер де қателік кететін болса, бұл крышка жабылмайды, өз орнына түспейді. Мінекей өз орнына түсті. Өз орнына түсті, дұрыс болды. Түскен кезде өзі білінеді. Орын аралар асылмай тұр. Бір бетті жаптық, енді екінші бетін жабамыз. Шамал барабанның темір ары қарай итеру керек. Ары беттен шамал шығу үшін темірін айналдырып ары беттен шығарсақ болады. Мінекей орнына түсті. Түгелмен бір тексеріп шығамыз, міндетті де асықпай. Оң қолымызбен бір шеттен ұстап тұрамыз, екінші крышкасын соң қолымызбен темірді айналдырып кіргізіп көреміз. Мінекей енді
мына түскені сіздер көрініп тұр өз орнына. Келесі мәселе бізде оң жағыны крышкасын жабу. Бұл жағын жабу мүлдем қиын емес. Өзің шұрып қатырасын жерге келтіріп жабатын болсақ, өз орнына түседі. Барабанның темірін өз орнына қоямыз. Ол жетті. Ойық жері жоқ. Ол жерден проблема жоқ жапқан кезде. Шұрттан қатыруды бастаймыз. Шұрттан қатырған кезде крышкалары түгел жабылу керек. Ешқандай аралары ашылып қалмау керек. Егер де крышкалары ашылып қалатын болса, картриджі принтердің ішіне салған кезде түспей қалады. Соны ұмытпау керек. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Бұл каналда әртүрлі компьютерлер, яғни компьютерлік техникаларға, перифериялық техникалар, әртүрлі программаларды орнатуды, жолдармен жұмыс жасауды, әртүрлі құпияларды шығарып отырамын. Крышка жабылып болғаннан кейін шайқап жібереміз. Оңға соңға емес, горизонтально шайқау керек. Мінекей бізде HP лазерный принтер 135A деген қазіргі заманауи принтерлер бұл. 3 в 1 яғни. Енді картриджі орналастырамыз. Мінекей түскен кезде өзі білінеді. Болды, түсті. Шайқалмай тұр. Крышканы жабамыз. Егер де картридж орнына түссе, жасыл свет жанса принтерде, ол дұрыс деген сөз. Ал егер жасыл емес, сары немесе қызыл жанатын болса, ол кезде уже қате ақау шығып тұр деген білдіреді. Бізде принтер дұрыс қабылдады принтерді, картриджі яғни. Қазір енді пробный парақ шығарып көреміз. Пробный парақ шығарған кезде байқаймыз, қай жерде қандай полоска бар ма, жоқ па, таза шығып тұр ма, нашар шығып тұр ма, соны бір тексеріп шығу керек. Мінекей бір тексеріп шығамыз. Барлық жер дұрыс, ешқандай полоскалар жоқ, таза.